Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Видеоны бастамас burun арнага тиркелип, видеога лайк басууду унутпаңыздар. Ломаченко жеңилмеген карсыласымен көз арбасты. 3 салмак дарежеси боюнча әлемнин экс-чемпиону украиндык Василий Ломаченко америкалык Джеймен артистпен айкас салдыдан көз арбасты деп хабарлайды. Боксчылар жекпе-жек алдындағы баспасөз мәслихатында кездесті. Бұл Top Rank промоутерлік компаниясы ұйымдастырған бокс кешенінің басты айқасы болмақ. Қазақстан уақытымен жекпе-жек 30 қазан күні таңғысына болады. Алимханұлы мексикалық нокаутшымен мегафайтқа қатысты ойын айтты. Жәнібек Алимханұлы мексикалық Хайме Муньямен айқас ықтималы деген ақпаратқа қатысты қысқа қайырып жауап берді деп хабарлайды. Мұның алдында Телк спорт шолушысы Майкл Бенсон 12 қарашада Дензел Бентлиді жеңетін болса, WBI Жәнібекті міндетті қарсыласы Хайме Муньямен жұдырықтасуға міндеттейтінін хабарлаған болатын. Қазақстандық боксшының командасы да осындай хабарламаны әлеуметтік желіде жариялады. Ал Алимханұлы Хозы бұл жаңалыққа былай жауап берді. Муңне оңай жұмысмен оны нокаутқа түсіремін деген. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.